Insoniyat tarixi ulkan sirlar menен to'la qirli ayna. Onda nur da бар, ko'lenki de бар. Bir qaraganda ulli sivilizatsiyalar o'z tang'i menен мәңгілік bo'lib ko'rinadi, biroq vaqt kuchi ularda da жоқ етеді. Ayimde жер жүзінде сондай bir елдер бар еді, олар қалалар құрды, ilm hamde madaniyatты раважландырды, көркемөнер hamde архитектурада таң қаларлық дөретпелер жаратты. Және де бір күн келіп олардың ізлері самал айдаған құмдай жоқ болып кетті. Олардың тілдері үнсіз, жазулары елеге дейін оқылмаған, бірақ жоғалу сырлары болса шешілмеген мәселе болып қалды. Және де археологлар тапқан әрбір тас, әрбір хайкел, сондай әрбір белгісіз жазу бізге өтміштен жолланған жұмбақлы бір қат сияқлы. Сұраулар көбейген сайын жауаплар жоғалады һәм өтміш және де терең сырға айланады. Сондай бір цивилизациялар бар, олардың жоғалуы адамзат тарихының ең шақырушы сырларынан бірі болып қалмақта. Бұл Жайхун жойбары. Егер Жайхунның білім суына сүңгуге таяр болсаңыз, біз баслаймыз. Адамзат тарихы сахнасынан мың жылдар алдын сондай бір қалалар өткен, олардың жеткілігі хатте бүгінгі күн ханигелерінде таң қалдырмақта. Олардан бірі Хараппа hamde Мохенджо-Даро, яғни Хинд дариясы жағаларында құрылған үлкен орайлар еді. Ол адамзат тарихындағы ең дәслепкі қала құрылысы әжайбатларынан бірі деуіміз мүмкін. Бірақ ең сырлысы олардың ғаресіз дәрежеде раважланғаны һәм бір уақыттың өзінде жоғалып кеткенлігі. Олардың жазулары еле оқылмаған, тілі болса үнсіз. Бірақ археологлар қазылмалардан тапқан әрбір тас, мөриягі хайкел сұрауларды тудырады, бірақ жауаплар кем. Бәлкім соның үшінде Хинд цивилизациясы тарихтың ең шақырушы сырларынан бір сипатында қалмақта. Хинд цивилизациясы адамзат тарихындағы дәслепкі ірі қала мәдениетларынан бірі есептелінеді. Ол біздің эрамызға шекемгі шамаменен 2500 жылларда қалыптасып, 1900 жыллар атрапында өзінің ең жоғары дәрежесіне жетті. Бұл цивилизацияның текарғы аймағы қазіргі Пакистан hamde Хиндистанның арқа бөлімінде, Хинд hamde Сарасвати дариялары бассейнінде жайласқан еді. Археологлар бірінші мәрте 19 асырде темір жол құрылысы дәуірінде гербіш қарабағаналарына дұрыс келген. Кейінірек 20 асырде Хараппа һәм Мохенджо-Даро қалалары ілми жақтан зерттелінді. Көшелер тура сызықлардан ібарат, олар арқадан құбылаға һәм шығыстан батысқа қарай кесіліскен. Әрбір квартал анық жоба текарында құрылған. Үйлерде арнаулы ванналар, су сақлайтын ыдыслар hamde канализация системалары болған. Бұл санитариялық система дүниядағы ең әйемгі системалардан болып табылады. Қазылмалардан табылған стандарт һәм керпішлер һәм құрылыс үлгілері орайлық басқарудың бар екенлігін көрсетеді. Бұл болса оларда белгілі бір мемлекеттік система, низам һәм тәртіп болғанлығын аңлатады. Экономикалық тұрмыста текарғы орынды диқаншылық иелеген. Халқы бидай, арпа, шалы һәм күнге бағар өсірген. Шаруашылықта раважланған. Олар жіпек, пақта һәм тоқмашылық бұйымларын ізлеп шығарған. Қазылмалардан табылған пақта қалдықлары дүниядағы ең әйемгі гезлеме үлгісі. Сауда-саттықта раважланған. Хинд мөрлері Месопотамия қалаларында да табылған. Бұл олардың халықаралық саудада қатынасқанлығын көрсетеді. Мөрлерде хайуанлар, піл, бұғалар, жолбарсылар һәм түрлі рәмзи белгілер сәулеленген. Хинд цивилизациясының ең үлкен сырларынан бірі жазу системасы. Археологлар жүздеген кіші жазу үлгілерін тапқан, бірақ оларды ереке шекем оқудың іләжі болмаған. Белгілер жүдә қысқа hamde толық текст емес, ал рәмзи белгілерге ұқсайды. Бұл жазу шешілсе, ықтимал цивилизацияның сияси дүзілісі, діни көзқараслары hamde тұрмыс тарзы хақында да көп мағлұматлар ашылу мүмкін еді. Мәдени жақтан олар жоғары дәрежеде раважланған. Қазылмаларда жүзлеген хайкелшелер, айналар, зергерлік бұйымлары hamde тоқмашылық аспаплар табылған. Әсіресе жолбарыс ұстаханасы хайкелшесі һәм таңқаларлық қуыршақлар
ілімпазлардың диққатын өзіне тартқан. Цивилизацияның жоғалуы елге шекем тартысылы мәселе. Көплеген зерттеушілер тек арғы себеп сипатында климат өзгеруі һәм дария бағдарының өзгеруін көрсетеді. Хинд hamde Сарасвати дариялары құрғаннан кейін халық үшін су дерегі жоғалған һәм қалалар таслап кетілген болуы мүмкін. Басқа теориялар бойынша сыртқы хүжімлер, атап айтқанда ария қауымлерінің хүжімі бұл жоғалуға себеп болған. Бірақ археологиялық дәлелдер бұл теорияны толық тасдиқламайды. Және бір версия бойынша ішкі саяси дағдарыстар hamde экономикалық машқалалар халықтың тарқалуға мәжбүрлеген. Әрқандай жағдайда да Хинд цивилизациясы бірнеше әсірлер ішінде жоғалған һәм оның мирасы қарабақаналар, жазылмаған жазулар hamde сырлы артефактларда қалған. Соның үшінде Хинд цивилизациясы бүгінгі күнде адамзаттың ең үлкен сырларынан бір іспатында қаралады. Оның өміріндегі көплеген тарихлері жартылған болса да, жоғалу себеплері һәм жазулары елге шекем шешілмеген халда тұр. Тарихта сондай бір ат бар, ол мың жылдар дауамында адамзаттың қиялын жаулап келеді. Атлантида. Платонның жазуларына қарағанда ол ең бай һәм күшлі мемлекет болған, бірақ бір күн түнде океанның түбіне шөміп кеткен. Бірақ дегенмен де бұл Атлантида хақындағы мағлұматлар көбірек мифологиялық қиялларға да сәйкес келеді. Анық тарихи мағлұматлар кем дәрежеде ұшырасады. Бұл мекан өзі қай жерде болған? Неге ол жоғалған? Хақиқатта да бар болған ба, ямаса әпсана ма? Атлантида хақындағы әрбір пікір, әрбір болжау адамда еріксіз қызығушылық оятады. Оның жоғалып кету сырын үйренуге ілімпазлар да, саяхатшылар да, хаттегі апуайы арманшылар да, хатте әсірлер дауамында харекет етіп келді, бірақ хақиқат елге шекем сыр болып қалмақта. Атлантида хақындағы ең әйемгі һәм тек арғы дерек Афина философы Платонның шығармалары. Ол біздің эрамызға шекемгі 4-ші әсірде жазған Тимей hamde Критий диалогларында Атлантида хақында сөз етеді. Оның тәріплеуі бойынша Атлантида Геракл бағаналарынан, яғни қазіргі Гибралтар бұғазы арқада Атлантика океанында жайласқан үлкен құрғақлық болған. Платон жазғанына бола Атлантида бай ресурсларға, жоғары мәдениет һәм күшлі әскери дүзіліске ие құдіретлі мемлекет болған. Ол Афина менен ұрыс алып барған, бірақ табиаттың қаһары емаса иләһи жаза нәтижесінде бір күн һәм түнде су астында батып жоқ болған. Бұл жазбалар әсірлер дауамында әртүрлі талқылауларға себеп болды. Айрым алымлар Атлантиданы Платонның сияси hamde философиялық идеяларын сәулелендіруші миф деп есаплайды. Оған көре Платон Афинаның сияси дүзімін мақтау һәм оған қарсы тұрған жауыз күшлерді нышанлы түрде суретлеу үшін Атлантида образын жаратқан. Бірақ басқа зерттеушілер Платонның жазбалары хақиқи тарихи естелік болуы мүмкін деп есаплайды. Себебі оның тарифлеулері жүді анық, қала орайлары, құрылыс ұсылы, табиат тарихы һәм хаттегі халықтың тұрмысы хақында да түсіндірмелер берілген. 19-ші һәм 20-ші әсірлерде көплеген алымлар hamde саяхатшылар Атлантиданы ізлеуге харекет еткен. Біреулер оны Кариб теңізінен ізледі, басқалары Африка жағалаулары ямаса Құбла Америка менен байланыстырды. Айрым гипотезаларға көре Атлантида Крит атауындағы Миной цивилизациясы менен сәйкес келетіғыны айтылады. Себебі біздің эрамызға шекемгі шама менен 1600 жылларда Санторини вулканының үлкен атылуы Крит мәдениетін ойран еткен. Бұл уақия Платон тарифлеген бір күн һәм түнде жоқ болуға ұқсас. Заманауи геологиялық зерттеулер Атлантика океанындағы айрым терең орынлар hamde археологиялық табылмаларды үйренбекте. Бірақ әзірше Атлантиданың бар екенлігін дәлелдейтұғын анық дәлел жоқ. Соның менен бірге Атлантида тымсалы інсан қиялының ең күшлі символларынан біріне айланған. Ол жоғалған құдіретлі цивилизация арманы, адамзат естелігінің ең үлкен метафорасы болып табылады. Атлантида хақиқаттан да бар болған ба ямаса жоқ па, бұл сұрау елге шекем жауапсыз, бірақ оның образы ілім, көркем өнер hamde фольклорда жасап келмекте. Атлантида хақындағы әпсаналар да үйренер екенбіз. Ілімпазларды көп жыллардан бері ойландырып кетірген
және бір сұрау бар. Яғни мүмкін бұл уақия хақиқатында да болған, бірақ басқа бір цивилизациялар менен байланыслы шығар. Міне осындай болжаулар арасында ең кең тарқалғаны Миной цивилизациясы. Яғни Крит атауында 1000 жылдар алдын рауажланған бұл мәдениет өз дәуірінің ең рауажланған жәмиетлерінен бірі еді. Оның үлкен сарайлары, рауажланған саудасы һәмде көркем өнері адамзатты таң қалдырады. Бірақ бір уақыттың өзінде бұл цивилизацияда күтілмеген апатшылық арқалы жоқ болып кеткен. Бұл уақия Атлантида сырының хақиқи тикары болуы мүмкін бе? Не деп ойлайсыз? Миной цивилизациясы біздің эрамызға шекемгі шама менен 3000 жылларда Крит атауында қалыптасқан. Оның аты грек философиясындағы патша Миностан алынған. Минойлар айемгі грек дүниясындағы дәслепкі ірі теңіз саудагерлері болған. Олар Крит атауын ең ахметлі экономикалық һәмде мәдени орайға айландырды. Бұл халықтың ең белгілі естеліклерінен бірі Кносос сарайы. Археолог сэр Артур Эванс тарапынан 1900 жылларда қазып үйренілген бұл сарай мыңлаған бөлме, дивал суретлері һәмде құрамалы архитектуралық дүзілісіменен айрықша болып тұрады. Ондағы дивал нақыслары һәмде фрескаларда теңіз көріністері, діни маресімлер һәмде адамлардың күнделікті тұрмысы сәулеленген. Минойлер өзіне тән жазу системасына да ие болған. Линей А һәм кейінала Линей Б әліппелері. Линей Б грек тілінің айемгі формасы екенлігі дәлелленген, бірақ Линей А еле толық оқылмаған. Бұл болса Миной мәдениетінің еледе сырлы тәреплері көп екенін көрсетеді. Олардың жоғалу себебі болса ілми жәмиетте үлкен тартысыларға себеп болды. Ең кең қабыл етілген теорияға бола біздің эрамызға шекемгі шамамен 1600 жылларда Санторини, яғни Фера атауында үлкен вулкан атылуы жүз берген. Бұл атылу Европада бақыланған ең ірі вулкан апатшылықларынан бірі болып есептелінеді. Соның нәтижесінде үлкен цунами һәмде табиғи апатшылықлар Крит атауына соққы берген. Археологиялық дәлелдер соны көрсетеді. Санторини вулканының атылуы тек Крит экономикасын ізден шығарып қоймады, ал бүткіл шығыс орта жер теңізі мәдениетіне күшлі тәсір көрсетті. Цунами атау қалаларын ойран еткен, сауда жоллары бұзылған, қорқыныш күшейген. Миной цивилизациясы Асия ақырын халсіреп, біздің эрамызға шекемгі 1400 жылларға келіп, грек материгі мекен мәдениеті тарапынан баспалынды. Көплеген зерттеушілер Платонның Атлантида хақындағы тарифлерін міне осы Миной цивилизациясы менен байланыстырады. Себебі екеуінде де үлкен теңіз саудасы, үлкен сарайлар, жоғары мәдениет һәм табиғи апатшылық арқалы жоғалып кету хақында сөз барады. Бірақ соның менен бірге Миной мәдениеті хақиқаттан да бар һәм археологиялық дәлелдер менен ысбатланған. Оның іздері Критте, Санторинида һәм басқа да атауларда сақланып қалған. Сондықтан Атлантида әпсанасындағы айрым элементлер реал уақия Миной цивилизациясының қайғылы жұмақлануынан ilhamlanған болуы мүмкін. Егер біз айемгі Мезо Америка хақында сөз жүртетуін болсақ, ондағы барлық үлкен мәдениетлар Майя, Ацтек ямасы Теотиуакан хақында есткен біз әлбетте. Бірақ олардың тикарында тұрғаны еліде сырлы һәм толық үйренілмеген цивилизациялар бар. Бұл әлмеклер. Яғни олар біздің эрамызға шекемгі 2-ші мыңжылдықта пайда болып, өз заманында әжайып бір мәдениет жарата алған. Олардың үлкен тас мүсіндері, анық астрономиялық білімлері һәмде жазуға ұқсас белгілер системасы ілімпазларды елге дейін таң қалдырмақта. Әлмеклер хақында көп нәрсе белгісіз, бірақ оларсыз кейінгі майя һәмде ацтек цивилизацияларын көз алдымызға келтіріп болмайды. Әлмек цивилизациясы Мексиканың құбла аймақларында, Тикарнан Табаско һәмде Веракрус штатларында біздің эрамызға шекемгі шамаменен 1500-400 жыллар аралығында жасап өткен. Археологлар оларды көбінесе Мезоамериканың ана мәдениеті деп атайды. Себебі кейінгі барлық ірі цивилизациялар Майя, Запотек, Теотиуакан һәм хатте ацтеклер әлмеклерден ilhamlanған ямасы олардың мәдени тикарларынан пайдаланған. Ең белгілі археологиялық табылмалар үлкен
тас бас хайкеллері. Олар базальт тасынан ісленген болып, 20 тоннадан артық ауырлыққа ие һәм 3 метрге шекем биік. Әрбір мүсін хақиқи адам көрінісіне ұқсайды. Этималық құмдарлар яки жауынгерлер суретленген. Бұл мүсінлер әлмеклердің техникасы, тасу һәм қайта ислеу қабілеті қаншелі дәрежеде рауажланғанынан дерек береді. Әлмеклер тек мүсіншілікпенен ғана емес, ал жазу һәмде календар системасында да үлкен қадем таслаған. Әлімпазлар тапқан айрым белгілер системасы олардың бұрыннан жазуға ие болғанлығын көрсетеді. Сондай-ақ олар астрономияны да жақсы білген. Мәселен, тоғай ішінде құрылған айемгі орайлар Қояш һәмде Юпитер харекетлеріне сәйкеслесіп жайластырылған. Әлмек мәдениетінің орайлары ішінде Сан-Лоренсо, Лавента һәмде Тересапотес атлары тарихқа кірген. Сан-Лоренсо біздің эрамызға шекемгі 1200 жылларда ең ірі қала болып, кейін Лавента оның орнын иелейді. Бұл қалаларда архитектуралық комплекслер, құрбанлық орынлары һәмде түрлі діни орайлар құрылған. Әлмеклердің діни көзқараслары да қызықлы. Олар көбінесе ярым адам, ярым хайуан көрінісіндегі құдайлар суретін қалдырған. Мәселен, ягуар образы олардың көркем өнерінде орайлық орын тұтады. Әлімпазлар бұны ягуарды мұқаддес күш, хакімият яки қорғау белгісі деп есаплайды. Әлмек цивилизациясының жоқ болып кету себеплері де сыр. Біздің эрамызға шекемгі 400 жыллардан кейін олардың қалалары таслап кетілген. Айрым әлімпазлар бұны климаттың өзгеруі, дариялардың бағытының өзгеруі ямаса ішкі саяси кризиспенен байланыстырады. Басқалар болса қоңсылас халықлар басымы себеплі деп болжайды. Соған қарамастан әлмеклерден қалған мәдени мирас кейінгі майя һәмде ацтеклерге айқын көрінеді. Мәселен, майя календар системасы, діни маресімлер һәм қатте құрылыс дәстүрлері әлмеклерден ilhamlanған. Әлмеклердің хақиқи тарихы толық ашылмаған болса да, олардың мәдениет бүткілі Мезоамериканың текарға фундамент іспатында адамзат тарихында өшпес із қалдырды. Айемгі дүниеде аспанға қарап жұлдызлардың харекетін анық бақылай алған, кестелер дүзген һәм бұзылмайтұғын пирамидалар құрған бір халық бар еді. Олар майялар. Олар әсірлер дауамында Мезоамериканың ең күшлі мәдениетларынан біріне айлана алды. Астрономиядағы білімлері, математикадағы ашылулары һәм көркем өнердегі адамзат ой пікірін таң қалдырады. Бірақ осы жоғары мәдениет иесі болған майялар эрамыздың 9 ғасырында үлкен қалаларын таслап кетеді. Неге? Бұл сұрау елге дейін анық бір жауапсыз. Майя цивилизациясы ілім, құдірет һәмде сырлы жоғалудың белгісі болып табылады. Майя цивилизациясы біздің эрамызға шекемгі шамаменен 2000 жылларда пайда болып, біздің эрамыздың 9 ғасырына шекем өзінің ең жоғары дәуірін басынан кешірді. Олардың қалалары Тикарнан, Мексика, Гватемала, Белиз һәмде Гондурас аймақтарында жайласқан. Археологиялық естеліктер Тикаль, Копан, Паленке һәмде Чичен Итса майя мәдениетінің гуасы болып тұр. Майялар архитектурада пирамидалар құруда теңсіз шеберлік көрсеткен. Пирамидалар тек діни ibadатхана емес, ал астрономиялық обсерватория вазипасында атқарған. Мәселен, Чичен Итса дағы Эль Кастильо пирамидасында бахар һәмде көз теңлесу уақытында құяш нұрлары жылан көрінісін жасап төменге түседі. Бұл анық астрономиялық есаплауларсыз мүмкін емес еді. Майялар 20-лық системадан пайдаланып экономикалық календарлар дүзген. Олардың дәуірлік календары жүда анық болып, хатте қазіргі заман Григориан календарынан да ұзақ дәуірлерге сәйкес келеді. Жазу системасы иероглифлерден барат болып, тарихи уақиялар, династиялар тізімі һәмде діни маресімлер тас тақталарда һәм пергамент кодекслерінде сақланған. Бұл кодекслерден тек үшеуі Дрезден, Мадрид һәмде Париж кодекслері қазіргі күнге шекем жетіп келген. Майялар дүнияға көз қарасында уақыт һәмде космос орайлық орынды иелеген. Олар үшін уақыт тұрақлы айлану, жаңалану процесі сипатында қабыл етілген. Сол себеплі майя
маяларда һәр түрлі дүния дәуірлері теориясы бар болған. Бірақ соншелі рауажланған цивилизация не үшін жоғалды? Эрамыздың 9-шы әсірінен кейін үлкен қалалар басқышпа-басқыш таслап кетілген. Іліми жәмиет бұл жағдайды бірнеше факторлармен түсіндіреді. Бәлкім ұзақ дауам еткен құрғақшылық өнімдарлықты жоғалтқан, сонымен бірге халықтың көбеюі ресурслар жетіспеушілігіне алып келген. Ішкі ұрыстар һәмде саяси ядыраушылық та процесті тезлестірген болуы мүмкін. Сонымен бірге майя мәдениеті бүткілей жоғалып кетпеді. Олардың әулетлары елге дейін Мексикада һәмде Гватемалада жасап айемкі тілі һәм үрп-әдетлерін сақлап қалған. Майя цивилизациясы адамзатқа өшпес мирас қалдырды. Пирамидалар, календарлар, астрономиялық білімлер һәм ең ахметлісі уақыттың өлмес тымсалы. Олардың жоғалып кетуі болса, елге дейін тарихи сырлардан бір болып қалмақта. Көз алдыңызға келтірің, биік жартаслардың ішіндегі жайлар, табиғат пенен үйлесімлі жасау ұсылы һәмде елге дейін жауабы табылмаған жоғалу сырлары. Бұл Анасази, яғни ата-баба Пуэбло қалқылары есапланады. Олар Американың құбыла батысында 1000 жыллар дауамында жасап, хайран қаларлық мәдениет жаратқан. Олардың жартаслар ішіндегі қалалары бүгінгі күн саяхатшыларында таң қалдырады. Бірақ 13-ші әсірге келіп, бұл халық ізсіз жоғалды. Не үшін? Құрғақшылық па? Яки ішкі жәнжелер ме? Яки болмаса басқа да сырлы себеплер бар ма? Анасазилердің тарихы, табиғат құдіреті һәмде инсан өмірінің нәзік тең салмақлылығын айқын көрсетіп тұрған сабақ. Анасази ямаса ата-баба Пуэбло халықлары біздің эрамыздың шамаменен 100-ші жылынан 1300-ші жылларға шекем ақштың қазіргі Колорадо, Юта, Аризона һәм Нью-Мексика аймақларында жасаған. Археологлар оларды Анасази деп атайды. Бұл Навахо тілінде ата-бабалар деген мәністі аңлатады. Бүгінгі күнде олардың әулетлары Хопи, Зуни һәмде Пуэбло халықлары. Анасазилердің ең белгілі естелік Мецаверде жартас үйлері. Ол жерде жүзлеген шаңырақлар жартас астында құрылған болып, айрымларына 600 адамға шекем сияды. Чако каньон болса олардың мәдени һәмде діни орай болған. Бұл жерде ірі дөңгелек маресім майданлары, астрономиялық бағдарланған имаратлар һәмде үлкен қоймаханалар табылған. Анасазилердің құрылыс ұсылы таңқаларлық. Олар тас һәмде һәм кірпіштен көп қабатлы жайлар құрған. Жартас үйлері табиғи қорғану вазипасын атқарған. Сонымен бірге климат жағдайында да сәйкес келген. Айрым үйлерде суғару системалар, құдықтар һәмде қоймаханаларда болған. Олардың мәдени тұрмысында кейвалар, яғни жер асты маресім бөлмелері орайлық орын тұтқан. Бұл бөлмелерде діни маресімлер һәмде жәмиетлік жиналыстар өткерілген. Диуалдағы нақсылар һәмде сызықлар анасазилердің космогониясы һәмде діни көзқарасын сәулелендірген. 12-13 әсірлерде Анасази мәдениеті кескін өзгеріске ұшырайды. Ілімі зерттеулерге қарағанда бұл дәуірде регионда ұзақ һәмде қатты құрғақшылық жүз берген. НАСАның климат мағлұматлары да қарқилы терек денелерін таллау арқылы бұл дәуірде су ресурслары кескін азайғанын көрсетеді. Бұл болса егіншілік һәмде шаруашылық пенен күн көрген халық үшін апатлы болған. Сонымен бірге халықтың көбеюі һәмде ресурслар үшін бәсекі ішкі соғылғысуларға алып келген болуы мүмкін. Археологиялық дәлелдер айрым ауылларда ұрыс іздерін һәмде тастап кетілген үйлерді көрсетеді. Анасазилердің бір бөлімі Құблаға, Рио-Гранде жағаларына көшіп өткен, қалғанлар болса Пуэбло халықтары менен араласып кеткен. Анасазилердің жоғалып кетуі адамзат тарихындағы ең сырлы уақиялардан бір болып қалмақта. Олардан қалған жартас үйлер һәмде мәдени мирас, елге шекем табиғат һәм инсан тұрмысы арасындағы тең салмақлылық қаншелі ахметлі екенін еслетіп тұрады. Бір көз алдыңызға келтіріп көрің, инсанлар елі қалаларды құрмаған, жазуларды ойлап таппаған, хатиға ауыл қожалығын толық өзлестірмеген бір дәуір. Бірақ сол заманда үлкен таслардан ибадатханалар құрылған. Бұл Göbekli Tepe адамзат тарихындағы ең әйемгі
діни орай болып табылады. Оның тарихы болса біздің эрамызға шекемгі 10-шы мыңжылдыққа барып тақалады. Қазіргі күнге шекем ол жерде табылған мүсіндер және де хайуан нағызлары һәмде құрамалы архитектуралық түзіліс ілімпазларды таң қалдырып келмекте. Осындай сұрау туылады сорында. Неге һәм қалай бұл жер құрылды? Кейін болса мың жылдар давамында арнаулы көбілген халда сақланып қалды. Не деп ойлайсыз? Göbekli Tepe Түркияның Құбыла Анатолия аймағында Шанлыурфа қаласы жанында жайласқан. Археологлар оны 1994 жылы тапты. Экспедицияға немец археологы Клаус Шмидт басшылық етті. Оның жұмағы бұл естелік адамзат тарихындағы бірінші ібадатхана есептелінеді. Естелік біздің эрамызға шекемгі шамамен 9600-9500 жылларға тиесілі. Яғни ол Мысыр пирамидаларынан 7000 жыл, Стоунхенджден болса 6000 жыл алдын құрылған. Göbekli Tepe'нің текарға бөлімі үлкен тәрізді тас бағаналардан барат болып, олардың биіктігі 5 метрден артық, ауырлығы болса 10 тоннадан көбірек. Олардың үстіне әртүрлі хайуанлар, арслан, кабан, құс һәмде жылан суретлері ойып ісленген. Göbekli Tepe ауыл қожалығына шекемгі дәуірге тура келеді. Демек, адамларда ере тұрақлы ауылларды жасамай тұрып, діни орай құру үшін бірлескен. Бұл болса инсан цивилизациясы хақындағы көплеген теорияларды қайта көріп шығуға мәжбүр етеді. Бұрын дін ауыл қожалығы һәм қалалардан кейін пайда болған деп есептелінетін еді. Бірақ Göbekli Tepe діни мәресімдер һәмде рухи қажеттіліктер инсанды бірлестіруде текарғы фактор болғанын көрсетіп берді. Ең сырлы жағдайы не үшін һәм қалай бұл комплекс таслап кетілгені. Археологлар Göbekli Tepe'нің айрым бөлмелері арнаулы түрде көмілгенін анықтаған. Не үшін адамлар үлкен минетпенен құрылған ібадатханаларды өз қолдарымен көмген? Бұл сұрау елге дейін ашық қалмақта. Ілімпазлар болжайды, мүмкін діни көзқараслар өзгерген емесі жаңа мұқаддес орайлар пайда болған. Яки мүмкін табиғат жағдайлар оларды бұл жерден бас тартуға мәжбүрлеген. Göbekli Tepe тек қана тарихи естелік емес, ал адамзат пікірінің ұлы белгісі. Ол инсанның рухи дүниясы материалды қажеттіліктерден де бұрын қалыптескенін көрсетеді. Бүгін бұл жер ЮНЕСКО-ның бүткіл дүниялық мирас тізіміне кіргізілген һәм дүния бойлап мыңлаған саяхатшыларды өзіне тартпақта. Göbekli Tepe тарихтың терең түпкірінен бізге қарап тұрған сырлы бет. Ол елі жауабын таппаған сұраулар менен инсаниятты ойландырып келмекте. Жоғалған цивилизациялар тарихы бізге ахметлі сабақлар қалдырды. Хараппа, Минойямаса, майялар сияқлы мәдениетлар күшлі болуына қарамастан табиғат һәм ішкі машқалалар алдында әзі қалған. Кловес мәдениеті ізсіз жоғалды. Наптаплая болса астрономиялық білімлерін таслап кетті. Рапа Нуи болса ресурсларын тауысып жоғалды. Археология һәмде генетика болса бұл орайлардың өмірін қайта тіклемекте. Бірақ жоғалу себеплері елге дейін үйренілмекте. Бұл тарих бізге бір сұрау қояды: адамзат өз қате һәмде әлсіздіктерінен сабақ ала алды ма? Тарихтағы жоғалған цивилизациялар адам мәдениетінің құрамалы жолын ашып берді. Олар құрған қалалар, діни мәресімдер һәмде көркем өнер шығармалары инсанияттың үлкен дүретушілік күшін көрсетеді. Бірақ олардың жоқ болуы һәм уақытта бірқатар себеплерге барып тақалады. Климаттың өзгеруі, ұзақ құрғақшылық, табиғи апатшылықтар, ішкі саяси дағдарыстар һәмде ресурсларды натура басқару. Мәселен, Кловес мәдениетінің жоқ болып кетуі Америка тарихында үлкен сұрау белгісі болып қалған. Наптаплая адамларды шөлде аспанды бақылап, дәслепкі астрономиялық орайларды құрған, бірақ олардың мәдениеті де ұзақ жасамады. Рапа Нуи халқының үлкен Моаи мүсіндері болса, мәдениет қуаты қаншелі үлкен болғанын көрсетеді, бірақ олар ресурсларды үнемлей алмаған үшін апатқа ұшырады. Заманауи ілім, археология һәм генетика арқылы олардың өмірін үйреніп, жоғалу себеплері талқыланбақта. Бұл уақиялар бізге бір хақиқатты көрсетеді: әрбір цивилизация мәңгі емес. Инсаният келешегі тұрақлы болу үшін өтміштен алынған сабақты ұмытпау керек. Білесіз бе, жоғалған цивилизациялар бізге бір хақиқатты еслетеді: ең ұлы мәдениет та мәңгілік емес. Хараппа, Минойямасы, майялар өз дәуірінде дүнияға жол көрсетуші болған. Бірақ табиғаттың күші һәмде адамзаттың қателерді оларды жоқ ете алды.
Археология һәм илм олардың сырларын ашпақта, бірақ ең үлкен сорау біз үшін сыр болып қалмақта. Өз мәдениетіміздің келешегін сақлап қалуға біз даярмыз ба?